Абай облысы әкімі Нұрлан Ранхаев ана мен баланың мәселелері және оларды шешу жолдары бойынша сала мамандарына тапсырма берді. Үкімет бақылауындағы ана мен бала өлімінің индикаторлары Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарының стратегиялық көрсеткіші болып есептеледі. Бұл орайда Абай облысының әкімі Нұрлан Телманұлының қатысуымен ана мен бала өлімін төмендету бойынша шұғыл шаралар қабылдау жөніндегі облыстық штабтың алғашқы отырысы өтті. Штаб отырысынан соң аймақ басшысы сала мамандарымен бірге Семей қаласындағы балаларды оңалту, ерте араласу, медициналық генетикалық кеңес орталығы мен облыстық перинаталдық орталық жұмысымен танысты. Орталық жүкті және босанған әйелдерге, жаңа туған нәрестелерге стационарлық және стационарда алмастыратын нысанда мамандандырылған көмек береді. Мекеме тәулік бойы 220 төсек орынмен, сонымен қатар 80 стационарда алмастыратын төсек орынмен жабдықталған. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов кәріз жүйелерінің жұмысын тексерді. Қала әкімі Шығыс кенті, Дальний кенті мен Красный Кордон аудандарындағы су бөгеттерін, су құбырларын, жерасты суларын тексеріп қайтты. Сонымен қатар жобалау ұйымдарын тарта отырып, Красный Кордон ауданындағы жедел медициналық жәрдем ауруханасын жерасты суларына гидрогеологиялық зерттеулер жүргізу, қаланың арық жүйесін күтіп ұстау және тазалау бойынша коммуналдық қызметтердің жұмысын күшейту, бақылауға алу қажеттілігіне назар аударды. Сонымен қатар Нұрбол Нұрсағатов көктемгі су тасқынына дайындыққа ерекше назар аударды және жерасты суларын бұру жүйесінің жұмысын жолға қоюды тапсырды. Благотворительный фонд «Ассарум» посредством сбора средств дарит домам, многодетным матерям и семьям, которые не имеют собственного жилья. На пресс-конференцию были приглашены волонтеры города Семей. В четверг в городском доме культуры ожидается большая конференция. Малообеспеченным семьям будет оказана помощь. Бородулиха ауданы әкімінің Новопокровка ауылдық округі тұрғындардың алдында есеп беру кездесуі болды. Округте жыл басынан бері көптеген жұмыстар атқарылып, өткен кездесулерде көтерілген сұрақтардың барлығы дерлік шешілген. Округте ойға алынған, жоспарланған жобалар жеткілікті. Ауданның дамуы туралы Новопокровка ауылдық округінің тұрғындарына есеп берді. Жоспарлар мен міндеттер туралы айттым деп жазды аудан әкімі Instagram әлеуметтік желісінде. Сонымен қатар аудан прокуроры заң керуені акциясының шеңберінде құқықтық сауаттылық жөнінде түсіндіру жұмысын жүргізуде.